Мен енді жаңа айтып отырмын ғой, прокурор емеспін, сот емеспін, әкім емеспін, немесе қазір айтатын жұмыс беруші емеспін десем. Жалпы адам ретінде мен мына басында айттым, мынау неге бюджет, мынау неге сөйтеді дейді. Біздің қауқарымыздың жететін жері бар, жетпейтін жері бар, сенімде. Сондықтан әуелі мына мәселені шешіп алу керек. Бірақ ол үшін жаңа да айттым, тағы да қайталап айтамын. Кездесу керек. Төбелесетін уақытта кездеседі ғой. Әр жерде отырып алып айқайлағаннан бұдан ештеңе шықпайды. Ол мен сендерді соған көндірейін деп, оларды алып келейін десе, мынаны тікелей эфирде тыңдайды ғой. Керек болса айтамын жетпейтін жеріне. Ал енді ол сендер былай болып жатсыңдар десең, былай болады, артынан былай болады деген әңгіме, пәтуасы жоқ, түсін әңгіме болады. Түсініп отырсыңдар ғой. Енді мына нәрсе бойынша бұның ішінде мен қарап отырмын, басына айтпай ақ қояйын, кейбір мәселелерді мысалы шешуге болатын секілді отырса. Ақылдасу керек. Дапылаты жөнінде тағы несі бар бұның ішінде. Мың адамдық дейтін мәселе тәуір. Оған бюджеттен бір жердің ақшаны бұру керек. Бұратын көздері де бар енді. Отырған уақытта шығады онда. Емес қой қазір. Бір сұрақ берсек бола ма екен? Айта береді. Сіз енді көп жылдан бері мұнай газ саласында жүрген маман ретінде бізден сұрайын деп едік. Қазіргі таңда мына біздерде мұнай шығарып жатырмыз ғой, 4 миллионнан жоғары, 4,5-4 миллион 600 000 шығарған шығармыз. Қазір мына мемлекетімізде сендердің ере мұнайларын ақтамайды. 80 миллиард ақша бөліп отырмыз дейді қазір мұнай газдан. Сол қаншалықты рас, мен соны түсіне алмай қойдым. Қалай 80 миллиард ақша бөліп 4,5 миллион мұнай шығады? Бізге дотация ретінде 80 миллиард ақша бөліп отырмыз дейді. Сонда не шығарған мұнай ақтамай ма, или төмен кетіп жатыр ма? Екі ортада біреулер пайдаланып кетіп отыр ма? Бұл қалай жағынан? Бұл неге ақтамайды? Мировой рынокта мысалы ең кемі қазір неше? $80, $100, $120 дейін болды ғой. Бірақ соны айтатын бір сөз. Айналып келіп жаңағы сендерді дотация отырсыңдар, ақтамайды. Анау болды, шығын көп. Түсінемін енді мұнай біздің парафинс өте қиынмен шығады. Дегенмен мұнайдың 4,5 миллион шыққан жағдайда мен примерно ең төмен 4,5 шыға қойдым. Бірақ осынша мың, 10.200 ба, қазір қанша 11.000 ба, сол халыққа жетпейді деген тіпті рамкаға да сыймайтын зат былай қарағанда. Сонда бізді алдап отырмыз ба, или үкіметті ортада отырған біреулер алдап отыр ма? Сіз қалай ойлайсыз, өз ойыңызды айтыңызшы. Бірталай нәрсені оқисыңдар ма, ақпараттың көзі деген адам табады. Қазақстан дейтін ел 90 миллион мұнай өндіреді. Былтыр 90 миллионға тақап отыр. Оның ішінде 23 миллион деп айтайын, қазақтікі. Шетелдік компаниялардан үлестерін қоса ма, қоспай ма, оның көрінеді. Шөйдің бірақ консорциумдар бар, ірі, Қашағанда, Теңізде, Теңіз емес, Теңіз. Оның дұрыстаты Теңіз, дұрыс Теңіз дейді. Қашаған, Теңіз, Қарашанақа 11% дейді. Анада 25, мына жерде 16-та 8%. Азғантай-азғантайдан нелері бар. Енді олармен жасаған шығарсыңдар, мен ана неме кірсеңдер бәрі қазір айтамын. Ана менің каналдарыма кіріңдер, ютубтарға, менен ол реклама жасап, соның ішінде мынаны мен есіктеп жаздым. Неліктен, қанша өндіреді, неге олай болған, неге олай қол қойылған, соның бәрі керек. Енді өзен мұнайларға келеді. Өзен мұнайлардың мұнай өзекке бөлінеді. Мұнайдың қоры, запас деп аталады. Геологиялық запас дейді, геологиялық. Барлық анықталғаны, одан кейін алынатын болып бөлінеді. Алынуға мүмкіндігі бар, алынады. Осы күнгі біздің жеткен деңгейімізде технологияның мынау алыну мүмкін деген мұнай бар. Сол мұнай миллиардтың үстінде бізде. Сол миллиардтан қазір менің есебім бойынша 145 миллиондай мұнай алып 3 жылда шығарды өзеннен. Енді сол мұнай сатылады. Мұнай сатылғанда мысалы қазіргі ақпараттар бойынша 70%-ке жақыны мына жаңа басында айттым ғой, Атыраудың мұнай зауытына беріледі. Себебі Қазақстанды жаңағы жағар маймен қамту керек. Ембі Қазақстанда өзен мұнай газ, тағы бар, Маңғыстау мұнай газы да 50% болады. Енді әрі қарай қалған 70-не біздің қазақ ел ете алмайды. Себебі арнайы контрактілермен СРП дейді, өнімді бөлу жөнінде келісім дейді, басқа да контракттың аттары бар, солармен әуелі қол қойып кеткен. Оларға бірінші президенттің есімен кеткен. Шернабаев бар, бірінші президент бар, Рахым Балымбаев бар, олардың өзінде 93-те болды. Қол қойып кетті. Енді өзеннің мәселесі. Қалған мұнай
шетелге сатылады, жаңағыдан жетістіктен қалған ары қарай. Енді мұнайдың биржада сатылады, алдында келісімшарттар жасалады. Ол енді ұзақ әңгіме, бірақ қысқасы сол келген мұнай, долларға сатылып келген мұнай біздің елге кіргеннен кейін теңгеге айналдырған. Қазір мысалы инфляция жүріп жатыр. 500 болды ма қазір доллар теңгенің айырмасы. Қазір бұрын жасалған контрактымен келген мұнай долларға сатылады. Ішке кіргенде ол ақшаны көбірек көтеріп береді. Теңге болса ол тиімді қазір мұнайға. Ал біздің ішкі жаңағы мойнымызға тұзақ салып тастаған ГСМ жетпейді деп салған 7%-іміз ол 30-40 доллардың арасында тоннасы. Ал анау 6 теңге 80 доллардың арасында сатылады. Енді есептеймін, қанша айырма шығар? Мысалы 2 миллион дейді, немесе 7 миллион дейді. Анандай бағаларға көбейткенде процентке салып үлкен ақша шығар. Ары қарай енді бұл сатылған ақшаның қожайыны бар, жаңағы самұрықтан бастап, самұрық, қазмұнайгаз келеді ғой. Мен енді оны білмеймін. Оның бухгалтериясына, финансовый отчетін мысалы мен көргенім жоқ. Соның ішінде қанша ақша кеткендерге кіреді, қанша ақша салыққа төленеді, электр энергиясы бар, фонд оплаты труда, жалақы қорына қанша кетеді. Сөйтіп ол бөлінеді. Соны көрген адам айтады. Ал жаңа ана жақта мен сендерге ақша беріп отыр деген ондай айту мүмкін емес. Себебі мұнайды сататын өзі мұнайдан ақшаның есі өзі мұнайдан. Ал бөлуші немесе жолдан қосушы қазмұнайға болуы мүмкін. Белгілі бір қорларға ақша ауы мүмкін заңда байланысты. Бірақ ақша мұнайшылардікі, мұнайды өндірушілерде. Ал енді оны білу үшін мана да басында айттым. Кәсіподақтар мықты болу керек. Кәсіподақтар отчетқа қабылдау керек, араласу керек. Заң білу керек. Ал онсыз өмір болмайды. Үдам әл ұрлап жатыр екен, бізге жетпеді, анау мұнай керек. Бүгін мысалы кеше парламентте тыңдау өтті. Қатқалиев сөйледі, орыс тілінде енді заң үшін тұрақ қойды, Абдал Құспан қойды тұрақты. Сосын қазмұнайгаздың бастығы отчет берді. Мен түгел тыңдағанды жақсынан тыңдадым. Оның ішінде көптеген сұрақтар бар. Салынатын завод жөнінде, мұнай заводын салу жөнінде. Енді оның барлығына азаматтар араласып, жастау жақтар қарау керек, телефон бар шүкір. Сосын енді әртүрлі оқуларың бар, онда шақырады. Соның ананың ішіне кіріңкіреп қарау керек. Өмір солай, жаман өзгерістер. Балдарыңыз бар ғой, қазір балдарыңыздан сұрайсыз ба телефонды, қалай болса қалай қаратып жүрсіз. Ол сияқты. Міне, сен дұрыс көріп тұрсың сұрақ, ол дұрыс сұрақ. Адамның жанына бататын кәдімгі. Енді тағы бір сұрақ. Біздің Қазақстан, бұда есеңде, одан кейін Европа, одан Норвегиялар деген елдер бар ғой, дамушы елдер бар ғой, дамыған елдер бар. Біздер сонда енді бүкіл тапқан мұнайшы жергілікті халықтың сонда неше процент алып тұр? Мұнайдан табыстың неше процент халыққа беріп тұр? Мен естуімше 15% дейді. Европада 50, бір Норвегияларда мысалы 80. Себебі деген мұнай өндіру өте қиын, адам денсаулығын беріп, соғы өлімге. Я, в общем, енді, сіз соны айтыңызшы. Былай, бізде ұлттық қор деген бар, национальный фонд деген. Құдай сақтап сол қор ашылды. Егер сол қор болмағанда, күні мысалы бүгіндерді бір жағдай мүшкілі бар. Себебі бюджеттік жыл сайын мемлекеттік бюджеттік 30% жетпейді. Сол қордан алып отыр. Ал ол қорды салықпен толтырып отыр. Тікелей төленетіндер бар, қолға шетелдік компанияның алдымен төлейтіні бар, басқа сонымен толтырып отыр. Сол қор үйлердің жинағын сияқты. Ал егер өткенде мен жаздым, оқыған адамдар жоқ ой. Егер бізде мұнайдың бағасы 30-40 долларға қарай түспеген болса, 30-40 долларға. Біздің жағдайымыз өте мүшкіл бар. Себебі ұлттық қордағы ақшаны түгел сыпырып алғанда да 3 жылдан артқа жетпейді. Сондықтан біз енді қазір шикізат өндіруші елміз, шикізат сатып отырған елміз. Өңдеу мәселесінде біз өте төмен қалдық. Тек қана 3 заводымыз бар. Оның да біреуі кіре байланысты, қалғаны сырттан алады, мұнайды жан-жақтан Қытайдың мұнайын алып тұрмыз оңтүстікке. Солардың күшімен өзіміздің ішкі нарықты жанармаймен қамтып тұрмыз. Оны да мына самолеттің керосин бүгін айқай болып жатыр. Себебі аэропорттардың сақтау базасы төмен, баға жоғары дегендей. Бұл Ирактан мемлекеттер қымбат. Ал жаңағы мәселе жөнінде біз мысалы мен әлемнің 30-дан аса елінде болдым. Жаңа сен айтып отырған елдерде де болды. Енді ұлттық қорға жиналатын ақша, бұл ақшаны жинау жолы, соны пайдалану жолдары әр жерде әртүрлі. Кейбіреуінде бар ұлттық қор, кейбіреуінде жоқ. Енді салауатты, жаңағыдай
парақатшылықта берекетті жақсы өмір сүру үшін жақсы өмір сүру үшін сондай мемлекет болу керек. Мен осылай жауап берейін. Сондай мемлекет болса, сондай жүйе болса, саясатқа кетпей, сондай жүйе болса, соған қалыптасқан халқы елі болса, сондай жағдайда ғана берекет болады. Оны біздер, мен айта алмаймын көреміздер, біздің көруіміз мүмкін, жастар көруі мүмкін. Әлем ауысады, жаңағы 40 жылда қазан дей ма, 100-де ел өзгереді. Сондықтан енді қазір әлем пашуан деп ертең былай болады, мынаның бәрі жайласып қатағылады деп айтуға болмайды. Кем-кемнен жақсарамыз. Қанағаттандың ба? Ең айтелі өткен жұмыссыздық жөнінде, осы 5 жанында 1000 адам дедім ғой. Сосын мынада еңгідеулер бар, еңгідеу 2, еңгідеу 3, еңгідеу 4. Сосын 35, 32, 33, 34 ПЖВ УПНИПО дейтін мекеме бар. ГПЗ бар, өз атына. Өзі 1000 адамға, мына жаңа айтып отырған қосалыққа жаңа 30%-тің орнына адам алынса, мына мекемеге түгел 1000 шақты адам кетеді. Сонда 2000 адам жұмысқа алынады деген сөз ғой. Сонда жұмыссыздықта адам азаяды. Жаңа Нұржанның бір сұрағын ұмытып кеттім айтқан. Ол мына сұрақ соған байланысты болып тұр ғой. Мекеменің өндіретін өнімі бізде мұнай ғой. Біздің өзен мұнайлардың себеспен бар. Соны өндіруге, 1 тонна мұнайды өндіруге кеткен шығын себеспен өзіндік құны $73 тек қазір. Ана недегі Арабияда артын Ирактың қайсымен? Ирактың қатарына тұру. Ол жерде бұл $15-10 айналасында. Себебі майы сүйіп, ешқандай көп подготовка керек емес, өзі шығады. Біздікінің енді кім өндіріп тұр, қандай технология, қандай автоматика ол жағын айтпай қой, былай адамның саны көп деп айтып жүр ғой. Мекемеде лифтинг аппарат деген бар, ана кететін шығындарды кетпейді. Оның ішінде аппарат қанша, басқармалары, халыққа төленетін жалақы қанша, 1000 деп отыр ғой. Бір адамға, менің есебім бойынша орташа. Қыстық киімін, ішетін тамағын, жылына бір рет баратын санаторийін, алатын жалақын, налогын бәрін қосқанда орташа проектқа операторға барады. Бір айға 3 миллион кететін шығар. Солай ма? 3 миллион жоға кететін шығар. Шығыны бір адамға. Соны көбейту керек, мысалы. Қанша адам бар орташасына, орташа дейді. Бұл үнде 30-40 миллиард шығады бір жылда. Оны есептеу керек. Неге есептеу керек? 40 миллиард ақша бір жылға. 1000 адам бар. Басқа жерден қандай шығып жатыр? Керек емес. Қайтып келмейтін. Қай жерде бар 40 миллиард? Бұлай қарай бұру керек. Бұл енді мекеменің басшыларының, экономистерінің жұмысы. Енді бұлай жануар сұрақ. Мен бұны сөзінің басында айттым ғой. Мен елші емеспін, біреудің шашбауын көтеріп тұрған адам емеспін. Сендерді келіп көріп бет ауыздарыңды осы адамдардың бәрін шулалаққа дейтін жоқ. Енді әркім әртүрлі пікір айтып жатыр ғой. Олар жаңағы андай екен, олар мындай екен деп. Енді бәрін танымыз айтқан жігіттер қай қайсында. Қалай неде жүрдік, бардық, көрдік. Енді мен ойлаймын, келіспейтін нәрсе жоқ, мана айттым ғой. Келіспейтін нәрсе жоқ. Айтамыз жеткізіп, мен оған қысылмаймын. Облыстық деңгейде, қай деңгейде, Атырау, Астананың жігіттерін айтады, өз жігіттерді, пенсионер жігіттерді. Айтыңдар. Мысалы сендерде сәтпет, Бейсекен, бақыталады. Сонымен мен сөйлесіп отырамын. Осы жерде болды, айқайменен кетті арада. Ондай жігіттер бар, тағы бар. Енді ақылсап жігіттерді көрміз. Болды, сол жеткізсеңіз болды. Мен келіп айтарымды айттым. Ел ішінде теріс нәрсе болса, менің телефоным бар. Маған жазып жіберулерін олар айтқыларым келмесе. Біз ақсақал келіп алып, не айтып кеттіңіз деп. Мен оған өкінемін. Ана Фейсбукқа ма жазыңыздар. Мен басқа ойым, басқа пейілім, ондай ештеңе жоқ. Қалай айтасыңдар, солай қабылданады. Менің айтқанымнан титтей болса пайда көріп, пайда тауып отырса, онда мен өзім ризамын. Басқа рахмет тыңдағандарына, сұрақтарына, мысалы, әдемі дұрыс сұрақтар беріп жатыр, жігіттер тыныш тыңдап отыр. Содан артық не керек? Жаңағыдай менің жалғыз сөзім бар, сол келісімге келу керек. Қандай жолмен жаңағы айтқандай, екі жақта бірдей тиімді жүреді. Ал басқаша біреуді шығып берейін, я біреуді толық қисайтып берейін деген ой жоқ. Соны дұрыс түсінді. Мен өзі былай айттым ғой, тәуелсіз адам ешкімде. Былайдан басқаға. Жақсы, рахмет. Дұрыс, жақсы, сау болыңыз. Жақсы аға, Алла разы болсын сізге. Ал жігіттер, сізге де ағамызға ризашылығымызды айтайық, сұрап солай.
Ona aşık bekliyoruz. Kazanası